Достар, сәлем, Ерги Тайм YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз Лондондамыз, яғни Чемпиондар Лигасының аясында, 8-ші турдың аясында жергілікті лондондық Арсенал командасы біздің өзіміздің алматылық Қайрат командасын қабылдайын деп жатыр. Бұл, яғни біздің қазақ футболы үшін өте бір тарихи ойын, тарихи оқиға. Және де сол ойынды бізбен бірге тамашалаңыздар. Бүгінгі ойында жанкүйерлермен сұхбат, пресс-конференция, және де осы Эмирейтс стадиондағы осындай бір Чемпиондар Лигасының кешіндегі, Чемпиондар Лигасының түніндегі осындай бір тамаша атмосфераны сіздерге жіберетін боламыз. Арнамыздан алыстамай тіркеліп кетіңіздер. Қайрат форма, Қайрат жар! Не, біз Эмирейтс стадионы алдында жүрміз, не жігіттер мәжде жалау таратып жүр. Есім кім болады, брат? Азиз мне жалау таратып жүр, қандай тамаша? Лондон қазағы осы жердегі бүкіл жиындардан қалмайды. Тамаша. Осындай 100 ту алып келген екен, бүгін 100 қазаққа береміз. Алға Қайрат, алға Қазақстан. Осы Эмирейтстің алдын қазақтар жаулап алды десе де болады. Ал енді біздің влогымыз ары қарай жалғасады. Осыдан кейін біз не алаңды бізге берілетін көріністі және де осы Эмирейтс стадион ішінде қазақтар қандай бөлігін сатып алыпты, қандай бөлігі қазақстандық жанкүйерлерге тиесілі екенін барлығын көрсететін боламыз. Әрине, мына турнирлік жағынан қарайтын болсақ, Арсенал бірінші орында, Қайрат болса ең соңғы орында, және де турнирлік ешқандай мәселені шешпейтін ойын. Алайда Арсеналдың алдында тұрған екі маңызды мәселе бар. Ол біріншісі Чемпиондар Лигасы тарихында алғаш команда болып, 8 ойынның 8-інде де жеңіске жету. Және де екінші мәселе ол алдыңғы апта болған Манчестер Юнайтедке қарсы ойында өз алаңында ұтып қалған болатын, не осы Эмирейтс стадионында. Және сол үшін, осы жанкүйерлердің қолдауын қайта алу үшін осы ойында бір жақсы ойын көрсететін бір ойлары бар. Сонымен достар, бізбен бірге Әлімжан Асқар осы Темірланды Европа қарашы деп алып келген ең мықты комментаторлардың бірі. Әлімжан, бүгінгі ойына не күтесің? Темірланнан не күтеміз бүгін? Темірлан Анарбеков керісінше маған көп берген шығар. Соның матчын жүргізіп, Майяданың пенальтиін қайтарған кезде Европа қарашы деп айтқаннан кейін комментатор ретінде тағы бір хайпқа ие болды. Сондықтан Темірланға рахмет. Бүгінгі матчта да талай сейвтер жасап, Чемпиондар Лигасындағы үздік қақпашы екенін және бір мәрте дәлелдейді деп сенеміз. Тамаша. Міне сол жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой. Сол сияқты міне сол трансляцияда отырып, стадионда, орталық стадионда отырып, шынайы өзінің жүрегімен, шын көңілімен айтқан сондай қыранды сөздерден кейін біздің қақпашымыз қанша ойында өзінің мықтылығын дәлелдеді, және де сондай күндер көбірек болсын деп тілестік. Көбірек болсын, жеңісті күндеріміз көп болсын. Әрине сол кезде мысалы Темірлан Анарбеков ерлемегенде, мысалы оның алдында Майяда гол соғып кеткенде, оның бәрі бізге бұйырмас еді. Әрине. Міне Реал келді Қазақстанға, біз өзіміз Лондонға келіп отырмыз. Қайрат футбол клубының ойыншыларына көп-көп рахмет. Тамаша, Әлімжан. Сәттілік бүгін. Сәттілік. Сонымен достар, міне ойын алды, атмосферасы тамаша. Бүгін енді қызық ойын болады деген үміттеміз. Арсеналдың фанаттарынан кішкене сұхбат алып жүреміз. Содан кейін ойынға, стадионға кіреміз. Міне біздің кішкентай жанкүйерлер. What's your name? Arjun. Okay. Who do you think will win tonight? Arsenal. Arsenal. What will be the score? 5-0. 5-0. Come on. Yeah. Do you think Kairat is that bad? They're okay, but I think that the way they've been going in the Champions League, Arsenal should slap them. Okay, all right. We'll see tonight. Yeah. Enjoy the game. Thank you, brother. Thank you. Man. Thank you. Қайраттың да жанкүйерлері жүр. Бүгін кім жеңеді деп ойлайсыздар? Қайрат әрине. Есеп қандай болады? 1-0. 1-0? Иә. Тамаша. Қайраттың есебіне. Осы ойынға қай жақтан келдіңіздер? Осынан. Осынан, Лондоннан. Иә. Жақсы. Ал enjoy? Иә. Жақсы. Қайрат алға. Қайрат чемпион. Счет қандай болады бүгін? Счет примерно 4-1. Енді Арсенал мықты болғандықтан Арсеналға бір гол салсақ қуанамыз ғой, иә? Бір гол салса, әрине қуанамыз. Кім салады деп ойлайсың? Енді қазіргі составта көп жаңа ойыншылар бар ғой, солардың біреу салатын шығар, может быть, екі жаңа ойыншы келді ғой. Соның біреу салуы мүмкін. Осы бүгінгі ойынға барлығына виза жасатып жүрген жігіт, шулатып жүрген. Есім дос. Жалпы осы визамен көмектестім біраз журналистке, біраз адамға. Өзім жалпы футбол фанатым, ұлттық құраманың
негізгі жанкүйерімін. Енді арнайы қолдап келдік Қайратқа. Алдыңғы Копенгагенде, Миланда болдық, сұхбат жасадым, репортаж, ойыншылардан интервью алдым, флеш интервью, супер флеш. Ондай анау-мынау адам жасай алмайды негізі оны. Бүгінгі ойын қандай болжам? Негізі, егер мысалға жанкүйерлік пікір десем, мен бір қазақ гол салғанын қалаймын. Тамаша. Өйткені қазақтар бізде жалпы Ұлыбританияда Абат Айымбетов, Жамбыл Көкеев, Бақтияр Зейнутдинов жолдары болды, алдында да қазақтар. Бірақ енді бұлай пікірге келсек, реалии, онда енді Арсенал кеше интервьюда айтқандай, бапкері барынша 3 ұпайға тырысады. Қиын болады негізі. 2-1, 3-1 деп ойлаймын. Тамаша, көреміз. Бір гол салсақ соған қуанамыз ғой. Қолдаңыздар. Сонымен міне аккредитациямызды алып, ары қарай кіріп бара жатырмыз. Міне мынау стадион ішіндегі осындай инфраструктура. Қазір осы жерге кіріп енді тамақ ішіп, осы бір журналист болып келгеннің барлық перктары дейді ғой, бенефиттарын көріп аламыз. Және достар, осы бүгінгі ойынға аккредитацияны мен өзімнің Ерги Тайм YouTube арнам арқылы алып отырмын. Ол деген осы ненің белгісі? Ол деген осы сіздердің қолдауларыңыздың нәтижесі. Мені қолдап, әрқашанда лайк басып, репост жасап, мен жасаған контентімді жоғары бағалайтындарыңызға рахмет. Ары қарайда Еуропадан, Англиядан осындай қазақша тамаша футбол влогтарын жүргізе береміз. Достар, өкінішке орай, міне ойын басталмай жатып, 2-3 минутта Виктор Гьокереш есепті ашып кетті. Есеп 1-0. Мойымаймыз. Ойын ары қарай жалғасады. Пенальти болуы мүмкін. Міне төреш көріп жатыр. Міне біздің көріміз бойынша бұл пенальти. Міне анық көрініп тұр, тартып құлатты. Тамаша пенальти. Тамаша, міне достар. Қайрат пенальти тебетін болады. Yes, гол! Тамаша, достар. Құтты болсын, достар. Тамаша, есеп 1-1. Достар, мынау енді сенуге өте қиын моменттердің бірі. Біздің ойыншымыз Жоржиньо пенальтиден Арсеналға доп салып кетті. Енді есеп 1-1. Ойын қыза түседі, ойынды ары қарай көреміз. Міне ойынның басындағы қателік ештен кетпейді. Есеп 1-1. Біз ең бастысы біз теңестірдік. Эмирейтсте гол салдық. Тамаша. Жанкүйерлер де қолдап, қолпаштап жатыр. Өзіміздің ойыншыларды ары қарай көреміз ойынды. Достар, өкінішке орай Кай Хаверц еселеп кетті, есеп 2-1. Ары қарай көреміз енді. Ойын жаман емес, қарқынды шабуылда өтіп жатыр. Өкінішке орай 2-1.
медиа журналистер отыратын жерден қараған кезде де бұл офсайд сияқты көрінген, алайда қайталап VAR арқылы тексерген кезде бұл гол болып шықты. Өкінішке орай есеп 3-1. Әрине ойын ары қарай жалғасады. Ең бастысы гол салды Қайрат. Алайда осындай ойсырата ұтылыс болмасын деген ниеттеміз. Енді ары қарай да бірінші таймды жалғастырып көреміз. Және де арнамыздан алыстамай отырыңыздар. Өкінішке орай Арсенал Қайрат 3-1. Сонымен достар, бірінші тайм аяқталды. Есеп 3-1. Ары қарай енді ойынды көреміз. Ойынның басында Арсенал есеп ашып кетіп еді, алайда Қайрат тез теңестіріп үлгерді. Оған қарамастан екі команда деңгейі әрине жер мен көктей. Арсенал өте тез, жылдам ойнап, осындай есепті еселеп кетті. Әзірше 3-1. Ойынды ары қарай көреміз. Ереке, ойын қалай? Бірінші жарты қалай? Енді матч өзі көрсетіп тұр, деңгей екі түрлі. Арсенал жоғарғы деңгей, өте жылдам. Біз байқасаңыздар, әуедегі доптардың біреуінде Қазақстан команда жеңген жоқ. Бәрін Арсеналдың ойыншылары алды. Баспен керемет еді. Бізде енді жалғыз Эдмилсон баспен мықты ойнап жатқан енді. Оның өзі бірде-бір әуедегі доп жеңген жоқ. Өте қиын болып отыр. Оғанда түсінікті енді мынандай матч, мынандай стадион, мынандай атмосферада жалпы өмірінде ешқашан футбол ойнамаған шығар. Қазір бізге көзге түсіп тұрған тек Жоржиньо, өте белсенді ойнап жатыр, және оның позициясының қазір қай жерде екенін байқасаңыздар, мен мүлде түсінбеймін ондай. Жалпы футболда болып тұрады негізі енді жалпы. Луиш Матаның жанында екінші Мата болып тұр да, ол ше. Анау Мата, мынау Мата болып тұр да, короче. Тактикалық тұрғыдан бағанағы түсінбей екі адам қойып жатыр ғой енді, страховка дейді, бір-бірін сақтандырып тұру керек, өйткені мынау Мадуэке мына жақта қапталдан кіріп жатыр да қайта-қайта. Ал Луиш Мата жалғыз өзі үлгермейді. Өте жылдам. Уразбахтен түсініп, соның жанына Жоржиньоны қойып қойған, ол сонымен қорғаныста ойнап, жаңа мен бір эпизод байқадым, анау футболда енді орысша айтады ғой, последний дейді ғой, последнего сызықты, офсайдтың сызығын қарап жүрді ғой. Итер алмай жүр адам бәрін алдыға. Ойыншы емес қой енді, өмірінде ойнамаған шығар бәлкім. Сондықтан оған да қиын болып жатыр. Ортада мысалы Әділет Сәдібек, в принципе, жалпы жаман емес, жалғыз өзіне өте қиын, оның жанында опытный Офри Арат болған дұрыс еді. Бірақ бір қызық статистика айта кетейін, Қайрат негізі таза сырттың командасы, шетелский команда болып тұр ғой. Шетелге барғанда гол соғады. Өте тамаша. Спортингке, Копенгагенге, Интерге және мінекей Арсеналға да гол соқты сырттағы. Жалпы енді тарихи гол десе де болады ғой осындай голдар. Биылғы жылды осылай сырттағы голдармен қорытындылай беруге болады. Жақсы, тамаша сараптама. Рахмет. Аккредитациялық журналист ретінде осы Арсеналдың музейіне кіргізіп жатыр. Қазір осы Арсеналдың музейін сіздермен бірге тамашалайтын боламыз. Кірген кезде осындай тарихи Herbert Chapman деген осы Арсеналдың негізін қалаған адамдардың бірі дейді. Арсенал командасын зеңбірекшілер деп атайды, өйткені мен артында көріп тұрғандарыңыздай Арсенал командасы 1889-90 жылы алғаш рет FA Cup'та ойнаған болатын. Ол кезде аттары Royal Arsenal болыпты, яғни корольдік бағанағы қару-жарақтардың компаниясы атынан шыққан болатын. Және одан кейін оның аты Woolwich Arsenal деп ауысқан. Арсенал командасы негізінде North London дейді ғой, солтүстік Лондонда болған алдында Woolwich деген өлкеде орналасқан. Осы ағылшын клубтарында бір ұнайтыны өздерінің тарихын қатты құрметтейді. Яғни футбол командалары бұл жерде 100 жылдап, 150 жылдап тарихы бар. Сол командалардың барлық бағана фактілерін сақтап, осындай мұражайға артефакт қылып қалдырып қойған. Қандай тамаша. Үлгі алатындай мәселе бар біздің қазақстандық командаларға. Мен артында тұрған осындай бұрынғы 1950 жылғы кубоктар, доптар, мысалы, оның барлығы деген бір тарих қой. Ол тарих бағанағы жас жанкүйерлерді алып келу үшін де өте бір пайдалы.
Сонымен достар, міне ойынның 80-ші минуты. Ойын сәл бәсеңдеп қалды. Арсенал осы есепті сақтап қалатын ойлары бар сияқты. Габриэль Жезус, Одегар сияқты жұлдыздар алаңға шықты. Қайрат командасы болса енді есеп еселеуге тағы да екінші гол салуға өкінішке орай сәл күштер жетпей жатыр. Және сіздер білесіздер, бүгінгі ойында шамамен 60 мыңға жуық билет сатылыпты. Emirates лық толы демесек те, бір 90-95%-ке толған сияқты. Міне ойынның 80-ші минуты болғандықтан жанкүйерлер де ақырындап үйлеріне қайтып бара жатыр. Ал біз болсақ, ойынды ары қарай жалғастырамыз, көреміз. Соңғы 10 минутта енді тістерін азуларын көрсетіп кетсе деген ниеттеміз. Алты айып соққысы. Сәл жетпей қалды. Және Габриэль Жезус есепті 4-1 қылып еді, алайда офсайд болғандықтан есеп 3-1 болып қалды. Ойынның 90-ші минуты. Осымен ойын бітеді деген ойдамыз. Темірмұлан Анарбеков лондондық жанкүйерлерді қайтармай жатыр. Енді қайтайын деп баратса бір қалыпты жағдай болып, бірақ сақтап қалып жатыр. Молодец Темірлан. Мен айта кетейін деген бір жайт, ойынның 90-ші минутта команда 3-1 ұтып жатыр. Сонда да Микель Артета өз командасын жетектеп, айғайлап, алаң шетінде тамашалап тұр. Осындай да соққылар болып тұрады Арсенал ойыншыларының. Бұл енді Мадуэке аспанға айқара тепті. Ал, давай. Тамаша! Достар, не? Қайрат гол салды, тамаша! Есеп 3-2. Міне! Біздің жанкүйерлер тойлатуда. Достар, деңгейге қарамастан, әрине Арсенал мен Қайраттың деңгейі екі бөлек, бірақ та 3-1 емес, бір ғана есеп айырмасымен 3-2 қылып ұтылған, ол ешқандай да ұят емес. Қайрат жарады. Осымен Чемпиондар Лигасының маусымы Қазақстан клубтары үшін аяқталды. Ергитайм YouTube арнасына жазылып отырыңыздар. Әрқашан осындай тамаша влогтар түсіреміз сіздер үшін. Осындай тамаша сәт достар, Эмирейтста 3-2 болып Арсеналға ұтылу, ол ешқандай да ұят емес. Ол жетістік. Қазақ футболының тарихы жазылды десек те болады. Тамаша. Ергитайм YouTube арнасында эксклюзивті контент Англиядан, Лондоннан, Эдинбургтен, Шотландиядан барлық осындай европалық футбол алаңдарынан қазақша влогтар біздің арнамызда тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.